Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендері. Мен сіздермен бүгін ерекше бауырсақтың қамырының рецептімен бөлісемін. Бұл қамырдың басты екі ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігі ол қамырды комбайнның көмегімен илеу, ал екінші ерекшелігі бауырсақтың ішінде бір құпия заты болады. Оны мен сіздерге қазір видео барысында көрсететін боламын. Сол себептен видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қарапайым миксердің көмегімен де илеуге болады бұл қамырды. Яғни осындай егерде ерек насадкаларыңыз болса, осы насадка арнайы қамыр илеуге арналған насадка. Не болмаса комбайнмен де жасасаңыздар да болады. Менде комбайн болғандықтан қазір комбайнның көмегі арқылы қамыр илеймін. Бұл бауырсақтың қамырын комбайн арқылы илеу, яғни қамырымыздың басқаша ерекше текстурада болуында. Мен алдын ала жылытылған сүтім мен суымды осылай құйып, кішкене апара жасап аламын. Сүт егерде салқын мұздай болып жатса, ашытқыларыңыз мүлдем көтерілмей қалады, жаурап қалады. Егерде ыстық болып кетсе, ол күйіп кетеді. Сол себептен орташа температурада жылы болуы қажет. Осылай кішкене араластырып апара қойып қоямыз. Құрамына қажетті заттың барлығын описание бөліміне қалдырып қоямын. Мен қазір майымды ертемін. Ерген сары майымды ыстықтай емес, жылы күйінде қосамыз. Бірінші қантты салып алып кішкене араластырамыз. Сосын барып қазір майымды құямын. Ал тұзымды мен соңында саламын. Себебі тұзды қанттан бұрын салып жіберетін болсам, ол қамырдың көтеріліп тұрған ашытқымның күшін жойып жібереді. Естеріңізде болсын, ешқашан қамыр илеген кезде бірінші тұзды салмаймыз. Бірінші қанттан бастап саламыз. Әсіресе ашытқышы бар нандарды илеген кезде. Осылай тұзды ең соңынан қосып, енді қамырымды илеуді бастаймын. Менде мына жерде 700 грамм өлшенген електен өткізілген ұн. Онды мен қазір кішкене жарты бөлігін ғана қосамын. Себебі кей жағдайда ұн кішкене 100 граммға артық кетуі мүмкін, кейде кем кетуі мүмкін. Сол себептен кез келген зат, яғни қамыр илеген кездеріңізде ұннан абай болыңыздар. Міне мен ұнымның бірінші бөлігін қосу арқылы қамырымды жайлап осылай қозғап бастаймын. Егерде қамырым қазір сәл сұйықтау болып жатса, демек мына екінші жартысы ұнның тағы да қосылады деген сөз. Мен үшінші жылдамдықта, орташа жылдамдықта илеп жатырмын қамырымды. Қазір осы екінші бөлік қосқаннан кейін тағы да шамалы ұным толық бірігіп қамырмен араласып болғанша осылай араластыра тұрамын. Және де жұмыртқа саламын қазір бұл қамырдың құрамына. Менің қамырым кішкене әлде сұйықтау болып тұр, демек ұнды тағы да қажет етеді деген сөз. Ұнымның кішкене бөлігін тағы да қосып көремін. Және де тағы да кішкене араластырамын. Қазір толық ұнмен біріктірдім қамырымды. Әлі де маған кішкене ұн қажет. Осы тұста жұмыртқамды қосып кішкене араластырамын. Бұл жұмыртқаны қосқаннан кейін қамырым тағы да кішкене сұйылады. Сондықтан мендегі жаңағы 700 грамм толығымен өлшеп алған ұным, демек осы рецепттің құрамына толық кетеді. Қамырымды осылай толығымен ұнымның барлығы кеткенше қазір араластыра тұрамын. Менде қамыр кішкене енді дайын болып қалды. Қалған ұнымды да түгел қосу керек. Әлі де шамалы сұйық сияқты. Мына енді қалған ұнның бөлігін түгел қосып, осымен қамырымды толықтай елеп дайындап аламын.
менің қамырым дайын болды. 700 грамм ұнның барлығы түгел кетті мұнда. Енді қараңыздар, қамыр осында жұмсақ, әдемі эластичный қамыр болып шықты. Қолға жабысады. Үлбіреген әдемі қамыр болады. Бірақ бұны қазір мен қолға жабыспайтындай етіп, әбден ұрғылау процесінен өткіземін. Қамырымды осылай үстелдің үстіне жайып алдым. Қойып алып, осылай скребоктың көмегімен басында ғана кішкене сәл ғана ұн сеуіп осылай қамырды кішкене біріктіріп аламыз. Одан кейінгісінде ұн сеппейміз. Шамалы кішкене ғана сұйық май ғана жағып, болар болмас қана сұйық маймен қамырымды ұрғылау процесінен өткіземін. Бұндай ұрғылау процесі әсіресе ашытқысыз закваскамен нан илейтін ханымдар үшін өте оңай жұмыс. Осылай ұрғылау процесінен шамалы 5 немесе 7 минуттай өткізу керек. Әбден қамыр қолымызға жабыспайтын күйге енгенше осылай ұрғылай береміз. Және де сіздерден өтінерім, подписация бөліміне өтіп, менің қазақша каналымды қолдап, қазақша рецепттер каналына қолдау білдіре отырсаңыздар, менің каналыма тіркелсеңіздер, сіздерге көп алғыс айтар едім. Және де осы рецепті қазір сіздер аяғына дейін көріп отырғандарыңыз үшін де өте үлкен рахмет. Қазіргі Рамазан айындағы ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен енді ұрғылау процесінен толықтай өткізіп болдым қамырымды. Қазір осы табағыма кішкене түбіне май жағып жіберіп, қамырымды көтерілгенше бетін жауып қоямын. Қараңыздар, қандай эластичный, қолға жабыспайды, жұмсақ қамыр, бірақ қолға мүлдем жабыспайтын әдемі қамыр болып шықты. Бұл біздің ұрғылау процесіміздің әбден жүргені, яғни көп уақытмен ұрғылағандықтан қамырым осындай әдемі күйге түсті. Басында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ жасау барысында өте оңай. Қамырым қазір менде бірінші рет көтеріліп тұр міне. Мынау бірінші көтерілгені. Мен кішкене шамалы осылай басып қоямын, ішке қайырып. Сосын бетін жауып қайтадан екінші көтерілгенін күтемін. Қамырым екінші көтерілген кезде ғана барып пісіруді бастаймыз. Шамалы тағы да тұрсын. Бөлме жылы болу керек. Қамырым екінші рет көтерілді. Енді қазір пісіру процесін бастаймыз. Қамырды өздеріңіз кез келген бөлікке бөліп аласыздар. 3, 4, немесе 2 бөлікке бөлесіздер ме? Осылай қалыңдау етіп жайып, стаканның көмегімен кесу арқылы қазір ортасына құпия затымызды саламыз. Осылай домалақтап кесіп аламыз бірінші. Қалыңдығы маңызды емес. Ол ірімшік. Менде қызыл ірімшік. Бұл бауырсақтың ішінде ерімейді. Қаласаңыздар сыр, яғни еритін ірімшік салсаңыздар да болады. Бірақ мына тәтті ірімшік болғандықтан бұл бауырсақтың ерекшелігі осында, бауырсағымыз тәтті болып шығады. Шамалы осылай дөңгелектеп алып, барлығын дайындап болғаннан кейін расстойкаға қоямыз, яғни қамырымыздың көтерілуіне күтеміз. Қалған қамырды мен осылай жайып алдым да, ши бауырсақ сияқты етіп, осылай жіңішке етіп, турап пісіріп көрейін дедім. Бұл қалған қамырдың, ірімшік жетпей қалған қамырдың бөлігі осылай ши бауырсақ сияқты етіп пісіре салайын деп шештім.
Мынау менің расстойкада тұрған көтерілген қамырларым. Дайын бауырсақтарымыз осылай әдемі болып томпақ-томпақ болып көтерілген кезде қызып тұрған майға салып пісіре береміз. Майды орташа етіп қыздырасыздар. Тым қатты қызып кетсе, бірден күйіп кетеді бауырсақ. Тым жай қызып қалса, ол жөнді әдемі болып піспейді. Сол себептен орташа қызған майда бауырсағымызды осылай салып пісіре береміз. Егер де сүтке ашытылған бауырсақ болса, ол майда ұзақ тұрса тез күйіп кетеді. Ал құр суға ашытқан болсаңыздар, онда бауырсақтарыңыз аппақ-аппақ болып піседі. Оның қызаруы екі талай демек. Әрі сүтке ашытылған бауырсақ 2-3 күнге шейін жұмсақтығын сақтайды. Ал суға ашытылған бауырсақ 1 күннен кейін-ақ қатты болып қатып қалады. Сол себептен бауырсаққа үнемі кішкене сүт, не болмаса майонез қосып та ашытсаңыздар болады. Мен бауырсақтарым осындай дөп-дөңгелек әдемі томпақ-томпақ болып шықты. Екінші ши бауырсақ сияқты бауырсағымды пісіріп көрдім. Ол да өзінше бір ерекше болып шықты. Барлығын осылай толығымен пісіріп алдым. Менің бауырсақтарым дайын болды. Енді қараңыздар, ірімшік ерімейді. Сол себептен ішінде ірімшігі осылай бүтін болып жүреді бауырсақтың. Бірақ бұл қызыл ірімшік тәтті болғандықтан бауырсақтың ішіне ерекше дәм береді. Қараңыздар, ірімшік осы күйінде, бүтін күйінде қала береді. Қаласаңыздар, еритін ірімшік салыңыздар. Ал енді мына екінші бауырсағым ортасын қараңыздар. Еш нәрсе салынбаған бауырсақтың ортасы қандай мақта сияқты үлпілдеп әдемі болып піскен. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.